Сәлеметсіздер ме студенттер? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз пунктуация туралы жалпы түсінік, тыныс белгілерінің қалыптасу, даму жолдары. Осы тақырып аясында мынадай мәселелер қарастырылады. Бірінші, тыныс белгілері мен интонацияның өзара байланысы. Екінші, тыныс белгілерінің алғашқы түрлері. Үшінші, тыныс белгілерінің зерттелу тарихы. Тыныс белгілерін дұрыс қоя білу сауаттылықты арттырады, әрі синтаксисті жете меңгеруге көмектеседі. Тіліміздегі сөздер синтаксті қызмет атқару үшін сан алуан байланысқа түседі. Сол байланыстарды мағыналық жағынан дәл ажыратып тұратын тыныс белгілері. Әрбір тыныс белгілерінің өздеріне тән интонациясы болады. Тыныс белгісі мен интонация көбіне сай келіп жатады. Пунктуация латын тілінен пунктум, нүкте деген сөзінен алынған. Ол жазу тілінің құралы, интонация ауызекі тілдің құралы. Пунктуацияны интонация белгілемейді, керісінше қойылған тыныс белгілері дұрыс интонациямен оқу керектігін көрсетеді. Пунктуация ауызекі тілдің ритмді, паузаны, әртүрлі дауыс құбылыстарын белгілейді. Тыныс белгілері синтаксті категория, сондықтан пунктуацияны зерттеу синтаксті зерттеумен тығыз байланысты. Пунктуация ережелері тілдің грамматикалық құрылысына тәуелді болады. Тыныс белгілерін қате қою сөйлемнің мағынасын бұзады. Мағынасы бұзылған сөйлем айтайын деген ойды білдіре алмайды. Сарбаев қазақ тілі пунктуациясының негізі интонация деп дәлелдесе, Жиенбаев тыныс белгілерінің қойылуын сөздердің синтаксистік байланысына негіздейді. Балақаевтың пікірінше, тыныс белгілерін дұрыс пайдаланудың негізі дауыс ырғағы мен интонациямен байланысты болады. Кейде тыныс белгілерін дұрыс қойып, жазудың шарты дауыс ырғағы, интонация болмай, грамматикалық белгілер негіз болады. Ахмеди Исқақов пен Әмиди Хасенов сөйлемдердің грамматикалық құрылысын, сөйлемдегі сөздердің мағыналық ерекшеліктерін және ауызекі сөздегі интонация мен паузаны тыныс белгілерінің негіздері деп көрсетеді. Мұсабаеваның пікірінше, тыныс белгілері бірде сөйлемнің құрылысына қарай, бірде мағынасына қарай, бірде айтылуына қарай қойылады. Сондықтан тыныс белгілерінің қойылу негізі сөйлемнің құрылысы, мағынасы және интонациясымен байланысты. Интонация мен пауза тыныс белгілерін қоюда қосымша қызмет атқарады. Негізінен тыныс белгілері сөйлемнің мағынасына, бірқатары сөйлемнің құрылысына байланысты болады. Қос нүкте, нүктелі үтір, сызықша, үтір, жаңа жол синтаксистік құрылысқа сүйеніп қойылады. Жазуда тыныс белгілерінің алғашқы элементтері болмаса, қалыптасқан таңбалар жүйесі, оларды қолдану заңдары болмаған болар еді. Түркі тілдерінің ескерткіштерінде тыныс белгісінің алғашқы элементтері кездеседі. Ол кездегі бар белгілер көбінесе тыныс белгісі қызметінен гөрі сөзді екінші сөзден айыру қызметін атқарған. Қазақ тілінде шыққан алғашқы баспасөздің бірі Дала уалаяты газетінің алғашқы басылымдарында тыныс белгілерінің ешқайсысы қойылмаған. Күрделі ой немесе күрделі пікір біткенін білдіру үшін екінші ой жаңа жолдан басталып жазылған. 1894 жылдан бастап газет кейбір сөйлемдердің жігін ажырату мақсатында сызықша, түрлі жұлдызшалар сияқты шартты таңбаларды қолданады. Архон Енисей жазулар деп аталатын ескерткіштерде әр сөзден кейін қос нүкте тәрізді белгі қойылса, кейбіреулерінен кейін 4 нүктеден құралған ромбик тәрізді белгі қойылып отырған. Ал араб әрпімен жазылып сақталған қисса дастандардағы өлең жолдары арасында тіліміздегі қазіргі графикалық белгілердің бірде-біріне ұқсамайтын түрлі белгілер кездеседі. Әрбір тыныс белгісінің өзінің қолданылу, пайда болу тарихы бар. Мысалы, үтір белгісі кітап бетіне 15-16 ғасырдың аралығында пайда болды. Оны алғашқы рет кітапқа енгізген Венецияның атақты баспаханашы Альт Мануцци болды. Бұл уақытқа дейін кітаптарда тек қана екі тыныс белгі, нүкте мен қос нүкте ғана қойылған. Тыныс белгілерінің элементі 19 ғасырда шыққан түркі тілдері грамматикаларында пайда бола бастады. Казанбектің 1839 жылы шыққан түрік татар тілі грамматикасында бір жұлдызша, екі жерде сызықша қойылған. 1869 жылы шыққан Алтай тілі грамматикасында тыныс белгілерінің бір шамасы кездеседі, және олар бір сыдырғы орынды қойылған. 1870 жылы баспа бетін көрген Радловтың «Образцы народной литературы тюркских наречий» деген еңбегінде жақша мен көп нүктеден басқа барлық тыныс белгілер ұшырасады. 1897 жылы жарық көрген Милярánскийдің «Краткая грамматика казах-киргизского языка» және Катаринскийдің «Грамматика киргизского языка» атты грамматикаларда тыныс белгілерінің бірсыпыра түрлері ұшырасады.
алайда оларда пунктуациялық жүйе сақталмаған. 1915 жылы шыққан жазу қағидалары деген кітапшада тыныс белгілерінің 7 түрі ғана аталып, олардың әрқайсысына ереже беріліп, мысалдармен дәлелденген. Леп белгісі, дауыс ишараты, сызықша, жақша және көп нүкте ишарат, ал тырнақша екі ишарат деп аталған. 19 ғасыр мен 20 ғасырдың басында түркі тілдерінде, соның ішінде қазақ тілінде баспадан шыққан кітаптарда тыныс белгілері дұрыс жүйелі түрде қолданылмаса да, таңбалардың элементі мен оларды пайдаланудың алғашқы тәжірибесі көріне бастаған. Қазақ тіл білімінде пунктуация мәселелерінің зерттелу тарихы 3 салаға бөліп қарастыруға болады. Бірінші, тыныс белгілері туралы жазылған мақалалар. Екінші, тыныс белгілерінің мектеп оқушыларына арналған оқулықтарда баяндалуы. Үшінші, тыныс белгілеріне арналған арнайы зерттеулер. Қазақ тілінің тыныс белгілері жөнінде алғашқы жарық көрген еңбектердің бірі Сарыбаевтың «Қазақ сөйлемде үтірдің жазылатын орындары» атты мақаласы. Автор онда тыныс белгілерін интонацияға байланыстыра қарап, мәселені бір жақты шешеді. Сарыбаевтың сызықша мен бастауыш пен басқа мүшелер арасында жазылу себебі мақаласы сөйлемнің тұрлаулы мүшелері арасына қойылатын сызықшаға арналған. Сарыбаевтың тыныс таңбалары мақаласында қаратпа сөздердің сөйлемнің басқа мүшелерінен үтір арқылы ажыратылатыны сөз болған. Тыныс белгілері жөнінде Жиенбаевтың «Тыныс белгілері» атты 2 мақаласы бары белгілі. Бірінші мақаласында автор үтірдің қойылатын орындары туралы ережелерді береді. Ал екінші мақаласында бастауыш пен баяндауыштың арасында қойылатын сызықша, төл сөз бен бөгде сөз, бірыңғай мүшелерден соң және бұрын қолданылатын жалпылауыш сөздің тыныс белгілерінің кейбір мәселелеріне тоқталады. Қажым Басымұлы сөйлемнің тыныс белгілерін дұрыс жаза білейік деген мақаласында көп нүкте, нүкте, сұрау, леп белгілерінің қойылатын орындарына түсінік беріледі. Балақаевтың «Сауатты жазудың негізгі шарты, тыныс белгілерін дұрыс пайдалану» деген мақаласында тыныс белгілерін дұрыс қоюдың негізі грамматикалық құрылыс және дауыс ырғағы делінген. Мақалада сұрау мен леп белгілерінің қойылатын 2 жағдайы сөз етіледі. Нұғмановтың «Пунктуацияның бір мәселесі» деген мақаласында бастауыштан кейін қойылатын сызықша жайлы айтылады. Бұлардан басқа Сыздықованың «Пунктуацияның кейбір мәселелері», Хасеновтың «Сызықша туралы түсінік», Әбілқасымовтың «Қазақ жазбасында тыныс белгілерін қолдану тарихына қатысты соны деректер» сынды мақалалары жарық көрді. Қазан революциясынан кейін қазақ тілінің белгілі бір жүйеге, нормаға түсірілген грамматикалар шықты. Оларда әрбір тыныс белгілеріне арнаулы ережелер берілмегендіктен, тыныс белгілерінің қойылатын көп жерлері түгелдей сипатталмады. 1942 жылдан бастап қазақ тілі грамматикасында қосымша деген атпен тыныс белгілері туралы ережелер берілген. Онда көп нүкте, үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, сызықша жайлы жаңа ережелер қосылған. Кейін әр жылдары жарық көрген қазақ тілі грамматикасында тыныс белгілеріне жаңа ережелер енгізілмеген. Аманжолов, Әбілқаев, Ұйықбаевтардың 1951 жылы шыққан қазақ тілі грамматикасында тыныс белгілеріне біраз жаңа ережелер қосылған. Мәселе, нүкте, үтірге байланысты және сызықша 5 түрлі ереже енгізген. Авторлардың 1967 жылы шыққан 6-7 сыныптарға арналған синтаксисінде тыныс белгілерінің қосымша деген атпен беріліп жүрген ережелер алынып тасталады. Ал орта мектептің 8 сыныбына тыныс белгілеріне арналып шыққан Хасенов авторлығындағы жаңа оқулықтың жарық көруіне байланысты болды. Содан 6-7 сынып синтаксисі 1969 жылғы басылуында қосымша деген атпен тыныс белгілерінің арнаулы ережелерін қайта енгізді. Қазақ пунктуациясына байланысты шыққан күрделі еңбектердің бірі 1960 жылы баспа қызметкерлері мен мұғалімдер үшін басылып шыққан Рабиға Сыздықованың «Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш» атты еңбегі. Онда тыныс белгілерінің практикалық мәселелеріне ерекше көңіл бөлінген және автор оны нақты мысалдармен дәлелденген. Тыныс белгілерінің зерттеліп, даму тарихына зор үлес қосқан еңбектерге Жиенбаевтың «Сөйлемнің тыныс белгілері», Ысқақов пен Хасеновтың «Тыныс белгілері», Сыздықова мен Неталиеваның «Тыныс белгілері ережелері», Мұсабекованың «Жай сөйлем пунктуациясының негіздері» және қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы тағы басқа зерттеулер жатады. Жиенбаевтың «Сөйлемнің тыныс белгілері» кітапшасында тыныс белгілерінің маңызы,
оның сөйлемді түсіндірудегі сыртқы белгі екендігі, дауыс ырғағының сөйлемдегі сөздердің өзара байланысынан туатыны айтылады. Мұнда автор үтір мен сызықшаның қойылатын кейбір жағдайларын, бастауыш пен баяндауышқа байланысты қойылатын сызықшаның кейбір мәселелерін, төл сөз бен бөгде сөз, жалпылауыш мүшелерге қойылатын сызықшаларды сөз етеді. Ысқақов пен Хасеновтың тыныс белгілері кітапшасы оқушыларға, оқытушыларға, баспасөз қызметкерлерінің практикасына қажетті көмекші құрал болып табылады. Авторлар тыныс белгілерінің маңызын, оның шешілмей жүрген мәселелерін келешекте айқындап, бір ізге салу керек екендігін айтады. Мұсабекованың қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы атты зерттеуі теорияны практикамен ұштастырған бірден бір еңбек болса, Сыздықованың емле және тыныс белгілері атты оқулығы теориялық мәліметті барынша кең қамтыған зерттеме болып табылады.